мақаласы бойынша туған жер бағдарламасын жүзеге асыру іс-шара аясында қаламыздың 80 жылдығына орай 2016-2017 оқу жылында мектебімізде Балқашым құт мекенім атты мұражай ашылған болатын. Ендеше мұражайымызға саяхаттап қайтайық. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас дегендей, мұражайымыздың бірінші бөлімі қаламызға арналған. Киелі өлке, аяулы қаламыздың ширек ғасырдан астам тарихын мұражайдың осы бөлімінен көре аласыздар. Ерлігімен өр туған даңқты қалам Балқашым, алтынымен мырышын елге тараған Балқашым, білімімен тәрбие мектебі бұл Балқашым, ел ертеңі жастардың өлкесі бұл Балқашым. Туған жерге туыңды тік деген дана халқымыз. Кез келген азамат өзінің тарихына, мәдениетіне, салт дәстүріне терең бойлау білуі керек. Біздің туған жеріміз тұнып тұрған тарих, рухани адамгершілік және патриоттық тәрбие беру, мұражай мәдениетіне тарту, еліне деген мақтаныш пен отаншылдық сезіміне ояту біздің борышымыз. Мектебіміздің 23 жылдық тарихы бар. Бұл тарих үшін қысқа мерзім, ал білім ордасы үшін тарихтың бір бөлігі. Мұражайымыздың бұл бөлімі мектебімізге арналады. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп айтқандай, бұл бөлімне мектебіміздің осындай дәрежеде қалыптасуына үлес қосқан ұлағатты ұстаздарымыз бен мектебіміздің мақтаныштары сыйға тартқан құнды жәдігерлер мен мектебімізде өткізілген мәдени іс-шаралар жинақтаған бейнетаспа альбомды көре аласыздар. Мұражайымыздың келесі бөлімі «Ардагерім, ардағым» деген атаумен қаламыздың құрметті азаматтары мен Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арналған. Бұл бөлімде қаламыздың ғалымдар, құрылысшылар, жазушылар, дәрігерлер, ұстаздар, әртүрлі мамандық иелері жайлы альбомдар мен сыйға тартқан құнды жәдігерлері жинақталған. Ауған асуында от кешкендер бөлімі Кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл толуына орай ашылған. Мектеп оқушылары осы ардагерлер туралы ізденіс жұмыстарын жүргізіп, өздерімен кездесіп сұхбат алды. Қаламыздың ардагерлері туралы стендтер, альбомдар жинақталған. Қаламызда түрлі ұлт өкілдері бір атаның баласындай өмір сүруде. Соған орай мұражайдың бір бөлігі Балқаш достық қаласы деген атпен ұлттық орталыққа арналған. Бұл бөлімнен қаламыздағы неміс, кәріс орталықтарының мұражайға тарту еткен жәдігерлерін көре аласыздар. Мұражайдың келесі бөлімі ұландар нағыз патриоттар бұрышы. Мұнда сіздер мектебіміздің мақтанышы ұлан сыныптарының түрлі сайыстардан алған мақтау қағаздары мен ұландарымыздың сыйға тартқан әскери бөлімшелерінің құнды жәдігерлерін көре аласыздар.